ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنا، وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حق. Ассаламу алейкум достар. Футбол әлемінде көпшілікке белгілі ойыншылар тек шеберліктермен ғана емес, сонымен қатар өміріндегі маңызды рухани қадамдарымен де ерекшеленеді. Бүгінгі видеода біз ислам дінін қабылдаған топ 5 футболшыны айтатын боламыз. Бұл ойыншылар өмірлерінде үлкен өзгерістер жасап, жаңа сенім жолына түскен. Олардың әрқайсысы өз үлгісімен жанкүйерлеріне рухани байлық сыйлап, тұрақтылықтың маңызы не екенін үйретті. Ал олай болса біз бастаймыз. Тізімімізді француздық аңыз Фрэнк Рибери бастап тұр. 2006 жылы ислам дінін қабылдаған Рибери бұл шешімнің өміріне қалай әсер еткенін әлі күнге дейін айтып келеді. Рибери жаңа есім ретінде Билал есімді таңдады. Бұл Мұхаммед пайғамбардың алғашқы азаншысы болған сахабаның аты деседі. Рибери өмірінің әр сәтіне рухани тәртіп енгізіп, ораза ұстап, намаз оқуды күнделікті өмірінің бөлігіне айналдырған. Үшін ислам тек дін емес, ол менің өмір салтым деп жиі айтады Рибери. Егерде Рибериді жақсылап бақылайтын болсақ, сырадан, яғни алкогольдан өзін мейлінше алыстайды. Тізіміміздің 4-ші орында Гранит Джака. Қазіргі таңдағы ең мықты жартылай қорғаушылардың бірі Гранит Джака да ислам дінін қабылдаған. Швейцарияның тумасы Гранит Джака өзінің дініне деген сенімін мақтанышпен айта алады. Ол мұсылмандық құндылықтарды ұстанып, өмірінің әр сәтіне Аллаға сенім артады. Граниттің айтуынша, ислам оның өміріндегі маңызды орын алып, барлық істеген істеріне жауапкершілікпен қарауға үйретті. Бұл сенім оның алаңдағы мінез құлқына да әсер еткен. Келесі кезекте жарқын әрі харизматикалық футболшы Пол Погба. Жан-жақты жартылай қорғаушы исламды өз өмірінің ажырамас бөлігіне айналдырған. Погба өзінің исламға қалай келіп тыныштық тапқаны жайлы жиі айтып жүреді. Және 2019 жылы Погба Меккеге барып, умра қажылығын жасады. Бұл оның ислам дініне деген адалдығын айқындайды. Ол өзінің сенімі туралы: ислам маған тыныштық сыйлады, ішкі тепе-теңдік берді деп түсіндіреді. Бұл қадам оның өміріндегі ең маңызды шешімдердің бірі болды. Келесі тізімде Манчестер Сити мен Романың аңызы Эдин Джеко. Манчестер мен Романың аңызы Джеко. Менің өзім бұл ойыншының мұсылман екенін енді біліп отырмын, және де таңғалып та отырмын. Ол исламды бала кезінен ұстанып келе жатыр, және бұл дін оның өмірі мен мансабына үлкен әсер еткен. Джеко әрқашан өзінің мұсылман екенін мақтан тұтады. Ол ораза ұстау сияқты діни парыздарды орындап, исламды өмірінің ажырамас бөлігіне келтіреді. Тізімді жабатын ойыншы Реал Мадрид командасының аңызы Карим Бензема. Карим бала кезінен ислам дінін ұстанады, және оның өзінің сеніміне деген адалдығын ешқашан жасырмаған. Ол үшін ислам жай ғана дін емес, ол өмірлік жолбасшы. Бензема намаздарын оқып, мұсылмандық парыздарды орындап қана қоймай, үлкен қажылыққа баруды мақсат еткен. Және сол мақсатына жеткенде, Бензема: мен үшін ислам жан тыныштығы, Аллаға құлшылық жасау менің өмірімдегі ең сүйікті ісім деп айтып кеткен болатын. Міне достар, ислам дінін қабылдап, өз өміріне өзгеріс енгізген 5 атақты футболшыны қысқаша баяндадық. Бұл ойыншылар тек спортта ғана емес, рухани өмірде де жетістікке жеткен тұлғалар. Олар бізге сенім мен күштің, табандылықпен және рухани байлықтың маңыздылығын көрсетті. Осы видеоны көріп отырған барлық көрермендерім мұсылман деп ойлаймын. Егер сіз мұсылман болсаңыз, альхамдулилля мұсылманмын деп комментке жазып кетіңіз. Егер бұл видео сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Санчо Фортанасы, сау саламатта болыңыз. وبنيت المجد أطوادا شداد. أنت يا ملهم شعب أن يبروا، عشت كم حققت.